Қашықтықтан оқыту жүйесінің бір аптасын артқа қалдырып отырмыз. Яғни барлық қиындықтардан өтіп, қазір дұрыс бағыт алған кезеңіндеміз. Мен жұмыста институт тренері болсам, үйде ата-анамын. Оқушылармен жұмыс жасау оңай емес. Ұстаздар, сіздердің ерен еңбектеріңіз үшін сіздерге мың алғыс. Біз сіздермен біргеміз. Коронавирус пандемиясы қазіргі күні бүкіл адамзатқа үлкен қауіп төндіріп тұр. Бұл індеттен құтылудың жолы барлығымызда өз үйімізде отыру. Карантинге байланысты өз шаңырағында отырудың қиыншылық жақтарымен қатар артықшылықтары да бар. Өз уақытымызды отбасымызда отырып, немерелерімізбен бірге, балаларымызды қадағалауға, ақыл кеңес беруге үлкен уақыт өз мүмкіндігін беруде. Бос уақыттарымызда көркем әдеби шығармаларды оқуымызға, сүйікті әндерімізді тыңдауға, шығармашылық жұмыстармен айналысып отырмыз. Бұл карантин кезінде біз ғаламтордың мүмкіндігінде қаншалықты бізді байланысқа шығаруға шамасы келетіндігінде көрдік. Балаларымыз, студент балаларымыз ғаламтордан, қашықтықтан оқу арқылы тапсырмаларын орындап, өз жұмыстарын жүргізуде. Мына біздер ұстаздар да қашықтықтан оқыту арқылы өз сабақтарымызды жазып, дайындалып, байланысқа түсіп отырмыз. Ғаламтордың мол мүмкіндігін толық қолданудамыз. Ағайын туғандармен, жора жолдастармен, бауырларымызбен, әріптестерімізбен қарым-қатынасқа түсудеміз. Құрметті әріптестер, біз бәріміз де өз отбасымызда болайық.